Құрметті отандастар, біз тарихымызда небір қиындықты бастан өткерген халықпыз. Сол сынақтардан ең алдымен береке бірліктің арқасында сүрінбей өттік. Бүкіл халықты жұдырықтай жұмылуға, сабыр сақтауға шақырамын. Бұл күрделі жағдайды бәріміз бірге еңсереміз деп сенемін. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз біргеміз. Көктудың желбірегені, қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулеп. Өз отаныңнан ешбір жер артық бола алмайды. Ешбір халық өз отандастарына жетпейді. 1 мамыр күні бүкіл ел айтулы мереке Қазақстан халқының бірлігі күнін атап өтеді. Бұл күні еліміздің барлық қалалары мен ауылдарында барлық ұлттар мен ұлыстардың өкілдері өздерінің бірлігін, достығын көрсетіп, ортақ үйі Қазақстан Республикасының гүлденген, тәуелсіз және еркін екендігін паш етіп, мерекені бірге тойлайды. Қазақстан халқының бірлігі мерекесі барлығымызды жұмылған жұдырықтай бірге болуға жетелейді. 1995 жылы ұйымдастырылған Қазақстан халқы ассамблеясында мемлекет басшысының бастамасымен көп ұлтты қазақстандық қоғамда этникалық құрам ұйымдастырылды. Қазақстан біздің ортақ үйіміз. Онда 100-ден астам ұлт өкілдері бір үйдің балаларындай тату-тәтті өмір сүреді. Бейбітшілік пен өзара түсіністік мәңгі орын алған. Мерекемізді әрқашанда бейбітшілік пен келісімде қарсы алайық. Казахстан стал родиной для представителей многочисленных наций и народностей. Они живут и трудятся под единым шанраком. Под единым шанраком они воспитывают своих детей, передавая духовные традиции своих народов. Под единым шанраком они поют, танцуют, изучают родной язык и родную культуру. И все вместе они гордятся своей землей, своей страной, в которой все делается для того, чтобы каждый человек, вне зависимости от национальности, был уверен в завтрашнем дне. Праздник единства – это всегда свежий ветер, это всегда надежда на светлое и прекрасное будущее в прекрасной стране. Так пусть и дальше крепнет наша дружба, и пусть под нашим единым шанраком все крепче и сплоченнее становится круг земляков. Құрметті отандастар, ардақты ұстаздар мен оқушылар, қадірменді ата-аналар, сіздерді 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Туған отанымыз Қазақстанды гүлдендіріп, тұрақтылық пен бейбітшілік мекеніне айналдыру үшін сіздерге зор денсаулық, таусылмас күш-қуат, мол бақыт, еңбектеріңізге жеміс, ұзақ ғұмыр, шаңырақтарыңызға шаттық және құт-береке тілейміз. Бір шаңырақ астындағы халқымыздың ынтымақтастығы мен өзара ауыз бірлігіміз нығая түсіп, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, достық, бірлік, мәңгілік жасай берсін. Уважаемые казахстанцы, дорогие друзья, от всей души поздравляем вас с праздником 1 мая, Днем единства народа Казахстана. День единства народа Казахстана – один из самых уникальных праздников. Он по-особому дорог нам, живущим в полиэтнической и многоликой, но одинаково родной всем стране. Желаем вам и вашему коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в труде, долгих лет жизни, счастья и благополучия. Чтобы наша Родина Казахстан процветала, стала местом стабильности и мира. Пусть крепнет дружба и взаимопонимание нашего народа под единым шанраком. Пусть межнациональное согласие в республике всегда будет крепким, дружным и сплоченным.